Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 власть инфо көрермендері. Бұл үндеуді мен облыс басшысы Исабаев Бейбіт Өксікбайұлына жолдағым келіп отыр. Сонымен қатар облысымыздың прокуроры Басшыбаев мырзаға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің басшысы Жебегенов мырзаға, сонымен қатар енді осы бүкіл біздің мемлекетімізді басқаратын президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа осы үндеуді жолдаймын. Қазіргі кезде ең үлкен проблемалардың бірі сыбайлас жемқорлық. Ол әсіресе бізде барлық салада бар деп айтсақ, артық айтпаған болармыз, бірақ соның ішінде ең күрделі мәселе облысымызда білім саласындағы сыбайлас жемқорлық. Бұл өте өршіп тұрған мәселе. Кеше 23-ші мектеп, яғни Мойнақ ауылының тұрғындарының арызымен бір азын-аулақ тексеріске барған болатынбыз. Ол тексерісте біраз дүние анықталғандай болды. Енді арнайы бір жаңағы анықтамалар шығып, департамент внутреннего государственного аудита дейді ғой. Мемлекеттік аудиттің нәтижесін әлбетте күтеміз, бірақ Бейбіт Өксікбайұлы, бұл мына әсіресе білім саласы толыққанды жемқорлыққа малынған екенін мен сізге дәлелдеп бере аламын. Барлық мектепке дерлік тексеріс керек. Мертвые души дейді ғой. Жалған адамдарға, жұмыс жасамайтын мүлдем адамдарға бір жарым ставка дейді, жаңағы жазып қою арқылы көптеген бас есепшілеріміз, біздің бухгалтерларымыз өз қалталарына салып атқандай болып көрінді. Көптеген директорларымыз, мектеп директорлері осы атаулы қылмысқа сыбайлас бір-бірімен алдын ала сөз байласу арқылы көптеген мемлекеттің қаржысын жымқыру фактілері бар сыңайлы. Бейбіт Өксікбайұлы, менің сізден өтінішім, бұл енді Баталовтың кезінен белең алған үлкен бір мәселе. Көп нәрсені мен көзім көрген, біледі. Көптеген жаңағы бухгалтерлардың қалай жұмыс жасайтынын алдағы уақыт көрсетеді. Қаншалықты бұлар жемқор екенін білдей бір қалай емес облыстың деңгейінде өте үлкен қаржы жымқырылған алдағы уақыт дәлелдейді деп ойлаймын. Ал енді сол есепшілеріміз, білім саласының бүкіл есепшілері қазір, мен сізге айтайын, сол жымқырған қаржының артын жабу үшін, мен сізге айтайын, үлкен қылмысқа барады. Неге? Мен көптеген арасындағы бас есепшілерді білем. Оларда ар ұят жоқ. Олар өздерін періште санайтын нағыз надандар. Орысша айтады ғой, моим этим глазам свидетели не нужны. Олар қалай өмір сүреді, мемлекеттің қаржысына қаншалықты талтаңдап кеткенін сіздер мына көрсеңіздер, бұндай қылмысты Баталовтан да асып кеткен біздің есепшілеріміз бар, мен сіздерге айтайын. Бірақ алдағы уақытта ол дәлелденеді деп ойлаймын. Дәлелдену керек. Шынайы біз жаңа Қазақстанды құратын болсақ, сол Қазақстанда сол есепшілердің осы білім саласында жұмыс жасауының өзі үлкен қылмыс. Сонымен қатар білім бөлімінің басшысы Адамбекова Айжан Маманына сізге мен айтарым, сол есепшілерден міне қазір қалалық білім бөлімінде үлкен былық ашылып жатыр ғой, басшысы жаңағы темір торға тоғытылды, есепшілері басқасы қазір сол былықты жабу үшін. Айжан Маманына мен басымнан өткен, маған сеніңіз, олар сіздің басыңызға да қауіп төндіреді. Сіз бүкіл оларда мына КМБ-де таныс бар, антикорда таныс бар, полицияда таныс бар. Сол көп ақшаны жымқырған адамдар бір-бірімен осы уақытқа шейін жай отырған жоқ қой. Закон деления денег дейді, олармен бөлісе отырып жеді ол ақшаны, түсінесіз ба? Сондықтан сіздің басыңызға қазір үлкен қауіп қатер төніп тұр. Айжан Маманына, себебі сіз
жаңадан келген адам ретінде сонымен күресесіз әлбетте, бірақ оларға ол ұнамайды. Кезінде менің басымды, жаңағы менің аузымды жауып, менің басым үшін үлкен криминальный жаңағы элементтер дейді ғой, бандиттерді жалдап, сол бандиттермен ауыз жаласып, мемлекеттің миллиондаған жаңағы ақшасын бөлісіп, менің аузымды жабу мақсатында сол криминальный элементтерді де жалдаған адамдарды мен көрдім. Олармен араласып болған адамдарды көрдім. Сондықтан сіздің де басыңызға осы күн тууы мүмкін. Сондықтан сақтаныңыз, қорғаныңыз, ресми түрде өте сақ болыңыз. Бұл адамдар жаңағы жеп қойған ақшаны орнына қоймас үшін бәріне барады. Оның ішінде жаңағы өзінің айтып отырмын ғой, сенімді адамдары бар органда. Олар үнемі Комитет национальной безопасности дейді ғой, КМБ-мен өте тығыз қарым-қатынаста, туыстар сол жерде істейді, мен нақ білемін. Антикоррупционный службада туыстар істейді. Қонаев қаласында көптеген прокурорлар, солардың күйеу балалары, туыстары, басқа да, мен аттарын атап түстерін түстемей қояйын, бірақ әркім ішін біліп отырмын мен. Сол білім бөлімінде істейтін есепшілер нағыз қылмыскерлер екенін уақыт дәлелдеу керек, себебі миллиондаған қаржы жымқырылғанын, ол ақиқат. Бірақ оны жаңағы көретін көз, еститін құлақ болған жоқ. Неге? Барлығы сол ақшаны бірде жеп отырды, өйткені бірге жеп отырды. Баталов мырза соны рұқсат бере отырып жеп отырды. Сонымен қатар жаңағы бір-бірімен жаңағы ағасы, көкесі, тәтесі, шешесі, әкесі барлығы тіреп тұрғандықтан бұлар күні бүгінге шейін талтаңдап, анау Астанадағы тіректеріне сене отырып, мемлекеттің қаржысын күні бүгінге шейін жеп отыр. Кеше мысалы Мойнақта жай ғана бір кішкентай тексеріс жасағанның өзінде бүгін менің шешемнің туыстарын барып тауып алған Алматыдан, олар больницада жатқан жерінен барып мазалап, сіздің жаңағы сіңіліңіз, яғни мен, кеше мектептерін түсіріп кеткендігін айтып, ауырып жатқан адамның өзін дүрліктірген. Сондайға баратын бұлар арсыздар нағыз. Олар неге өйтіп жүгіреді, білесіз ба? Сонымен қатар Мойнақ ауылынан маған шығып ақиқатты айтқан тұрғындардың туыстарын мектептен шығарып жатыр. Шығармаса да өзің еркіңмен кет деп жатыр. Яғни бұл мектепте өте үлкен қылмыстың бір ұшы көрінгендіктен соны жабу мақсатында мына айтып қояды деген азаматтардың бәрін жұмыстан шығарып жіберу, өз еркімен кетіру. По собственному желанию жазды, кет деген сияқты қысым көрсетіліп жатыр көптеген адамдарға. Содан кейін шындықты көрсе де көп мұғалімдер айтамай отыр, өйткені жейтін наннан айырылып қалайын деп отыр. Яғни директорлер өздерінің жұмыс жасайтын жерін жеке меншік болып иемденіп, мемлекеттің қаржысын өз қаржысында жұмсап жүрген азаматтар мен азаматшалар. Енді бұл репортаждан кейін менің жеке өміріме, менің жеке басыма өте үлкен қауіп төніп тұр. Бейбіт Өксікбайұлы, мен сізге кіріп, осы мәселенің ақиқат екенін айтып, дәлелдеп, көрсетіп беруге дайынмын. Сіз мені білесіз. Облыс прокуроры Басшыбаев мырза өте үлкен мектептерде тексеріс жүргізу керек. Бірнеше сигнал бар, олар дәлелденді. Яғни бүкіл облыстың білім саласын түгелдей тексеру керек. Өйткені Айжан Мамановнаның қазір шамасы жетпейді, ол кісі енді ғана келген кісі. Сіздер қазір оқиға былай болып тұр біздің облыста. Исабаев мырза облыс әкімі бола тұра Баталов мырзаның былығын тазалап жатыр. Масабаев кезіндегі қала әкімдерінің бәрін былығын тазалап жатыр. Басшыбаев мырза облыс прокуроры Жылқыбаев мырзаның түгел былығын. Енді Айжан Мамановна білім бөлімінің түгелдей қылмысын қазір тазалауға мәжбүр болады. Яғни сіздер ең сүйкімсіз, ең керексіз, сол қылмысқа тосқауыл болып отқан қылмыскерлердің жеп қойған айыбын ашу кезегіне кеп қалдыңыздар. Әр саланың былығы ашылып жатыр. Біздің қазір Жетісу облысы бөлініп кеткен күннің өзінде кішірек бір облыс болып көрінгенмен былығы ең үлкен, ең нағыз сыбайлас жемқорлық дамыған, жайлаған сондай бір былығы көп облыс болып тұр, өкінішке орай. Өйткені сондай азаматтар қызмет етті, 7 жыл бойына барлық саланың жемқорлығы шырқап тұр. Ал сіздер оны ашқандарыңыз үшін сүйкімсіз болып жатсыздар. Сіздердің өздеріңізге қазір әр қайсыңыздың бастарыңызға, өмірлеріңізге, отбасыларыңызға өте үлкен қауіп төніп тұр. Себебі кім жақсы көреді айыбын ашқанын? Бұл қылмыскерлер ішіп жегенін орнына қойғысы келмейді ғой. Легче меня пристрелить,
меня ликвидировать дейді ғой. Иә, менің көзімді құрту өте жеңілді. Жаңағы ақшаны қоймау мақсатында. Мойнақ ауылының, кішкентай ауылдың бетте бір тексерісін жасай қалып едік. Менің отбасыма жан жаққа шығып, сол мектептің жаңағы мұғалімдердің көбісінің тағдырына қазір балта шабылуы мүмкін. Сол шындық ашылмас үшін. Міне, осыны басты назарға алып, мен жеке қабылдауыңызға Бейбіт Өксікбайұлы барамын. Көп мазалай бергенді жақсы көрмеймін, бірақ ақиқатында бүкіл облыстың мектебінің, әсіресе есеп бөлімі, бухгалтерияны от и до дейді ғой, бастан аяқ тексеретін уақыт келді. Мына директорлердің жұмысын по мертвым душам дейді ғой, мына жалған табиғатта жұмыс жасамайтын адамдар бір жарым ставка арқылы ақшаларын жымқыру арқылы қалталарына салу фактісі өте көп болып дәлелденіп жатыр. Яғни мемлекеттің қаржысын толықтай мектеп директорлерінің көпшілігі, дерлігі деп айтайық, арасында бар шығар енді адамгершілікке салып, шынайы жұмыс жасап жүрген бәріне бірдей топырақ шашпай қойып, бірақ дегенмен көпшілігі осы үрдісті пайдаланып, схема дейміз ғой, бір жүйемен кеткен. Одан кейін қазір егер соны біреу ашамын деп ойлап қалса, сол даже облыстық білім бөлімінің басшысы қазіргі кезде өте үлкен бір қауіптің алдында тұрғанын мен білем. Сіздің Айжан маманына, сіздің басыңыз үшін қазір криминальный авторитеттер қосылады, өйткені үлкен ақша тұр. КМБ-ның, солардың таныс туыстары қосылады, себебі үлкен ақша тұр. Осы уақытқа шейін жек келген ғой, өзінің де арттары таза емес. Одан кейін прокуратура, одан кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктерде де олардың туыстары бар. Мен кімнің қандай туысы екенін де көрсетіп беремін. Кімнің күйеу баласы, кімнің әйелі, кімнің шешесі, кімнің әкесі деген секілді. Осы фактілердің бәрін көрсетіп беруге дайынмын. Яғни біздің білім саласына өте үлкен мен айтам, тазалау керек. Тазалау, тексеріс керек. Бейбіт Өксікбайұлы, Мадияр Бекенұлы, менің осы үндеуімді тыңдай отырып, үлкен бір тексеріс жариялауыңызды сұраймын. Білім бөліміне өте үлкен тексеріс жариялаңыздар. Осы видеодан кейін менің өміріме бухгалтерлар тарапынан аттарын атамай қойын, өздері біледі. Қылмыскер бухгалтерлар өздеріңіз білесіздер ғой, менің өміріме, менің отбасыма, менің жаңағы балаларыма бір қандай жағдай болатын болса, мен сіздердің аттарыңызды администрация президенттігі жазып қойғам, сіздердің жеке-жеке әрқайсыңыз жауап бересіздер. Қандай жағдай болмаса сіздер жауап бересіздер. Айжан маманына сізде қорғаныңыз, себебі сізде қазір басты жаңағы нысансыз болып тұрсыз. Сондықтан сіздің де басыңыз қауіпте. Ал енді облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлы, білім саласын толыққанды біз тексеріп қазір осыған тосқауыл болмасақ, ертең миллиардтаған қаржының қайда кетіп қалғанын білмей қаламыз. Білім біздің балаларымыздың болашағы, ал болашағына балта шауып, сол жерден қыруар қаржыны жұмсап талтаңдап жүрген есепшілер сотталу керек. Сол есепшілер өзінің орнын табу керек. Сол есепшілер өзін періштемін деп санап қалған періште сымақ есепшілеріміз бар. Олардың да өзінің орны бар. Сол орнына келетініне сенемін. Әкесі, көкесі, ағасы, бауыры, күйеу баласы, жеңгелері, басқасының барлығы, мына мен сіздерге аттарын тізіп тұрып берем. Кім қайда жұмыс жасайды, кіммен қандай жерде байланысы бар, соның бәрін тексеріп, соларды да қызметтен босату керек. Осы уақытқа шейін сол қылмысты болдырып келген мектеп директорлерінің арасында нағыз қылмыскерлері өз орнын босату керек деп есептейміз. Мойнақ ауылының директоры Мүсекенова ханым, мен сізді өмірі көрмегем, кеше бірінші рет барғам, бірақ менің отбасым жайлы түгел толыққанды ақпарат алыпсыз. Менің туысқандарым қайда тұратынын біліпсіз. Больницада жатса, сол жаққа да адамдарыңызды жіберіпсіз. Яғни сіз өзіңіздің заңсыз әрекеттеріңіздің бар екенін сонымен дәлелдеп тұрсыз. Әйтпесе ешқандай жазығы жоқ адам тып-тыныш өзінің орнында отыра береді, ондай әрекеттерге бармас еді. Одан кейін ауыл тұрғындарының туысқандары жұмыстан шығатын болса, солардың жаңағы артына түскеніңізді мен білем. Сол фактылардың бәрі дәлелденетін болса, әңгіме басқандай болады. Мектеп сіздің жеке меншігіңіз емес, есіңізде болсын. Мықты тірегіңіз болса, міне алдымда тұрмын. Талдықорған қаласының қай жерде тұратынымды уже білдіңіз. Басымды келіңізде шауып тастаңыз шамаңыз келсе. Ал былай болатын болса, туысқандарыма тиісіп басқандай берекемді алуды қойыңыз. Сіз мемлекеттің қаржысына қол сұққаныңыз жайлы жай тексеріс болып, халықтың айтқан уәжін тексергеніміз үшін біз кінәлі болмаймыз.
Сондықтан орныңызды біліңіз деп айтқым келеді. Айжан Мамановна көптеген директорлердің жаңағы жұмысына ден қойып, облыс деңгейінде көптеген факторлар бар, соны тексеріп, үлкен бір тазалау процесі дейді ғой, соны жүргізу керек болып тұр. Сондықтан осы үндеуімді дұрыс жағынан қабылдап, дұрыс тексеру жариялайтындарыңызға сенемін. Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4-ті Васинфо көрермендері. Міне біздер бүгін директор 23-ші мектеп бойынша біздерге арыз шағым түскен болатын. Кабельде көрсетілген адамдар шын мәнінде жұмыс жасамайды деген ақпарат болған. Соны тексеруге келген едік біздер. Соны сіз келіңізші бері, пожалуйста. Сәлеметсіз бе? Есіңіз кім? Қанша жыл болды мұнда істеп жатырсыз? 18. О, мықты, күшті. 18 жыл. Сіздерде водитель кім? Водитель Ерік деген. Водитель ма ол? Қайда ол? Қазір бар ма водитель? Жүрген шығар, жағына жүрген. Шақырып беріңізші, водительді өтініш. Директордың водителі ғой, е? Водительді шақыра алмай жатырмыз. Телефоны недоступен дейді жұбайы. Жұбайы осы мектепте тоже жұмыс жасайды екен. Міне осындай мектеп. 23-ші мектеп бұл. Сол сіздерге айтайын дегенім, мектепте сіз кім? Мұғалімсіз ба? Сәлеметсіз ба? Есімің Балқашқызы Дина, журналистпін. Аслан, Жанис Аслан. IT-специалист. IT-специалист, 23-ші мектептің IT-специалисті. Сіздердің водительдеріңіздің есімі кім? Водитель. Водитель? Водитель, мектептің директорының водителі болады ғой? Бар, бірақ тіпті білмейсіз. Білмейсіз ба? Танымайсыз ба? Жоқ, танымаймын. Атын ұмытып қалдыңыз ба? Қайда екен водитель? Жаңа ғана жүрді ма водитель? Түске шейін болды, е, водитель? Есімі кім? Ерік? Жұбайы да осында жұмыс жасайтын болып тұр, е? Жақсы. Жақсы, мынау мектеп. Өте әдемі мектеп, қараңыздар. Тап-таза. Барлық несі заманауи жасалған. Балалар үшін, бүкіл жаңағы балалардың қауіпсіздігі үшін осындай дүниелер бәрі қойылған. Қараңыздар, барлығы өзінің орнында, өте әдемі, таза. Мектеп екен, тазалығында шек жоқ. Бұл жерде мінекей қазір көрсетемін сіздерге. Мұғалімдердің осындай әдемі қылып безендіріп қойылған. Бұл жерде мінекей әдемі оқушылардың суреті әдемі. Тек қана табелдерінде сұрақ бар. Ол сұрақты қазір барынша жауып жатыр. Облыс прокуроры Мадияр Бекенұлы, сіз білесіз, мен юрист ретінде өте ақпаратты толыққанды айтқанды жақсы көремін. Дегенмен де бұл жерде қазір жалған ақпарат беріп жатқандықтан сізге осы жерге толықтай тексеріс жіберулеріңізді сұраймын.